Қайырлы кеш, достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дәмді, өте жұқа және өте нәзік құймақтар дайындаймыз, ажурные блинчики. Енді іске кірісеміз. Бізге керегі 3 жұмыртқа, кішкене ғана тұз, осыларды жақсылап араластырып, онды 3 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін ситадан өткіземіз, жақсылап араластырамыз. Арасында түйіршіктер болмауы керек. Енді осының үстіне сүтіміздің жартысын қосамыз, тағы да жақсылап араластырып, екінші бөлігін оның тағы да ситадан өткізіп, жақсылап араластырамыз. Қалған сүтті құямыз және қайнаған суымыздың жартысын құйып, барлығы біріккенше массамыз тағы да араластырып тұрамыз. Қалған суымызды құямыз, ұнымызды саламыз, араластырамыз. Енді үстіне 3 ас қасық шекер және 3 ас қасық күнбағыс майын қосып, тағы да жақсылап араластырасыздар. Біздің қамырымыз дайын болды, блинчикке арналған. Енді табамыздың астын қыздырып, жарты ожаудан осылай құйып, блинчиктарымызды пісіріп аламыз. Қатты отта тез піседі, күйіп кетпесін. Достар, осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерден өте дәмді құймақтар шығады. Мен сіздерге кепілдік беремін. Өте нәзік, жұқа, қалың емес қамыры. Мен дайын болған құймақты көбінесе қаймақпен жеймін, тосаппен өте дәмді болады. Менің каналымда тағы да басқа құймақтың рецептісі бар, ол кішкене басқаша жасалады. Оған сода қосылады, су қосылмайды. Ал бұл блинчикте содасыз және ыстық су міндетті түрде қосылады. Біздің барлық блинчиктарымыз пісіп шықты. Не қараңыздар, өте жұқа болған. Нағыз құймақтың өзі. Достар, дайындап көргеннен кейін өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар комментарий бөлімінде. Дайын болған осылай құймақтың қаймақпен, тосаппен, осылай шоколадты пастамен, яғни нутелламен жесеңіздер өте дәмдірек болады.